Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай пицца дайындайтын боламыз. Қызымыз екеуміз дайындадық. Соңына дейін көріп, және де дайындап көріңіздер. Ең алдымен дрожжымызды осылай бір қасық салып, жылы суға, одан кейін кішкене қант салып, араластырамыз. 5-10 минутқа қойып қойғаннан кейін осылай екі есеге көтерілу керек. Одан кейін біз ұнымызды ситадан өткіземіз. Ұнымыздың бәрін осылай ситадан өткізіп аламыз. Одан кейін жаңағы ашытқымызды құямыз ұнымызға. Тұз салып, жылы суға тұз салып араластырамыз. Одан кейін жаңағы нанымызға құятын боламыз. Құйып, илейміз суымызды. Осылайынан құйып илеп аласыздар. Өрден бір келкі болғанша елейсіздер. Одан кейін үстінен май құясыздар. Майды құйып болғаннан кейін тағы да елейміз. Елеп болғаннан кейін осылайынан бетін жауып, бетін жауып 20 минутқа қоямыз. Көтерілу керек осы ашытқымыз. Одан кейін ол ашытқымыз дайын болғанша біз жаңа қоспасын дайындай береміз. Қиярымызды осылайынан турап аламыз. Одан кейін қызанағымызды да тураймыз. Барлығын турап аламыз. Одан кейін мен колбасаның орнына қайнатылған шұжықты қолдандым. Міне осылайынан көтерілу керек. Көтеріліп болғаннан кейін кішкене осылай алып аласыздар. Видеодағындай қамырымызды алып жаятын боламыз. Оқтардың көмегімен жаямыз. Осылайынан жайып аласыздар. Кішкене жұқарақ қылмаңыздар. Қалынырақ қыласыздар ғой. Тестаңыз жаңағы қатты болмас үшін кішкене қалынырақ қыласыздар. Видеодағындай жаңағы бірінші лесімізге духовканың лесіне салып аламыз қамырымызды. Одан кейін үстінен майонез қосамыз. Майонезімізді жағып алып, одан кейін кетчуп қосамыз. Әдемілеп жағып аламыз бір келкі болғанша, одан кейін үстіне жаңағы заттарымызды қоямыз тураған. Одан кейін сырымызды алып, теркадан өткіземіз. Сырды таңдаған кезде голландский деп таңдаңыздар, өйткені жаңағы пиццаның бетіндегі сыр еру керек. Кейбір сырлар бар ерімейтін. Осылайынан бетіне әрлейтін боламыз пиццамыздың. Әрлеп болдық. Енді жаңағы духовкамызға 180 градуста 30 минутқа салып аламыз. Міне пісіп шықты 30 минутта. Өте дәмді және де сочный болды. Дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Осылайынан турап аламыз да тарелкамызға салып, жақындарымызға ұсынатын боламыз. Біздікілер түк қалдырмай жеп қойды, өте дәмді болғандықтан. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін.